Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Қызыл майдың емі күшті екенін білесіздер ме? Қызыл майдың емі күшті. Әр үйде, әр аптечкада болуы керек дәрілердің бірі. Бұл қызыл май. Қызыл майды құлаққа, жөтелге, мұрынға және іш ауруларына қолдануға болады. Достар, сіздерге қызыл майдың қалай пайдалы екенін бір рет дәлелдеп кетейін. Менің осыдан 15 жыл бұрын ішім қатты ауыратын, ішім тоқтамайтын, қандай ем қолдансам да нәтижесін бермеді. Аптекадан қандай іш тоқтататын дәрілердің қымбат-қымбаттарын алсам да бәрібір әсер етпеді. Сол кезі салмағым 70 килограммнан 3 айдың ішінде 42 килограммға түсіп қалды. Ақырында жұмыста отырғанымда ішім қатты ауырды. Тура ішіме кірпі кіріп кеткендей болып шаншып ауыратын. Содан операция жасатам деп жүргенде бір емшіні тауып алдым. Сол кісі жазып берген болатын. Қысқасы, шегімнің суықтағанын алдын алатын тек қызыл май екен. Қызыл майды асқазан бүріп, жеген асың бірдей сұйық болып кетуінің емі тек қана қызыл май. Қызыл майды қалай қолданады? Таңертең, түсте, кешке, тамақтан 30 минут бұрын қызыл майды бір ас қасықпен ішесіз. Қызыл майды ішіп болған соң төсекте оранып бір қырыңызбен жатасыз. Әр ретте 2-3 минуттан соң 3 рет оңға, 4 рет солға, 3 рет оңға қарай қырыңызбен жатасыз. Не үшін дейсіз бе? Ол неше түрлі дәрі-дәрмекті қолданып күйіп қалған шектің айналасын түгел майлау үшін және сау кезде жеген тамақтың мөлшерін барынша азайтып, соның жартысындай ғана асты оның өзін асықпай 2-3-ке бөліп жейді. Ал ауырған асқазанға салмақ түсірмеу үшін жасалады. Ащы, ыстық, не өте суық, немесе қатты қуырылған майлы тамақ жеуге болмайды. Осы тәртіпті 10 күн ұстаған адам асқазан дертінен мен сияқты толық жазылып кетеді. Достар, қызыл майдың осындай керемет пайдасы бар екенін бөлістім. Енді арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіз.